Құрметті оқырмандар, бүгін Орталық балалар кітапханасы тәуелсіздіктің 30 жылдығына 30 кітап әдеби панорамасының 6-шы шығарылымын Бердібек Соқпақбаевтың «Жекпе-жек» повесіне арнайды. Бүгін сіздермен болатын мен, Ғазизқызы Сағыныш. Бердібек Соқпақбаев 1924 жылы 15 қазанда Алматы облысының Нарынқол ауылында дүниеге келген. Қазақ әдебиеті газетінде, Балдырған журналында, Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясында жұмыс істеген. Қазақстан жазушылар одағында балалар әдебиеті жөнінде әдеби кеңесшісі болған. Шығармашылық жолын өлеңмен бастап 1950 жылы «Бұлақ» атты жыр жинағын шығарған. Кейін балалар мен жасөспірімдерге арналған 20-дан астам әңгімелер, повестер жазған. Атап айтсақ, «Менің атым Қожа», «Балалық шаққа саяхат», «Бозтөбеде бір қыз бар», «Өлгендер қайтып келмейді» және «Қайдасың Гаухар» секілді туындылары КСРО халықтарының және шетелдерде көптеген тілдерге аударылып, сахналық экрандық нұсқаға айналған. Жазушы шығармаларының негізгі кейіпкерлері мектеп жасындағы оқушылар, жасөспірімдер болып келеді. Сол жас адамдардың мінез қалыптастыру процесін, азаматтық жетілуін көрсететін шығарма «Жекпе-жек» повесі. Мұнда жігерлі талабының еңбексүйгіштігінің арқасында 16 жасында бокстан әлем чемпионы болған Мұрат Батырбаевтың ұнамды бейнесі жасалған. Суреткер Мұрат және оның ұстазы Николай Трофимовичтің мектеп директоры Тоқмолданың тұлғасын көркемдік шындық деңгейінде көтере алған. Жасында нәзік болып өскенімен, ұдайы шынығу, жаттығу арқасында спорт биігіне шыққан Мұрат Батырбаевтың іс-әрекеті ғибратты. Автор мінсіз қаһарман жасауды көздемеген. Мұрат алға қойған мақсатына бірден жетпейді. Спорт дәстүрі сіңбеген алыстағы қазақ ауылында секция ашып, жаттығу жүргізу оңай іс болмаған. Бұған Мұраттың ата-анасынан бастап мектеп директоры Тоқмолдаға дейін қарсы болған. Бірақ жас адамның өршіл қайраты, күллі қиындық, кедергіні жеңе білгені сенімді ашылған. Мұраттың мақсаттылығын, алған бағытына дәйектілігін сипаттайтын бір талай сын кезең бар. Демек, повест кейіпкерлері дайын күйде алынбаған. Түрлі байланыстар, қайшылықтар, күрестер үстінде толысып, сомдалған. Оқу жылы басталғалы 2 жетідей уақыт өтті. Күн кешке тартып қайыстап төмендеп барады. Сабақ бағынға бітсе де мектептің оңтүстік жағындағы жазық алаңда жаппай бір қауырт қимылдап жатқан оқушылар мүпірі назар аударды. Игілік, қызыл істің нышаны. Бұл ара мектептің физкультура алаңы болмақ. Балалар мен қыздар топ-топ болып күресе таласа қимылдайды. Біреулері шұшқанақтар қазып, екіншілері ол шұшқанақтарға бағандар орнатып, үшіншілері бағандардың басына баскетбол торын бекітіп жатыр. Тағы бір топ жүгіретін жолды шаршып, тегістеп еңбектенуде. Қол қусырып қарап тұрған бір жан жоқ. Айнала айқұш-ұйқыш сызықтар мен тақтай бөренелерге толған. Іске құлшынан жұмылған осы шөптің ішінде ойнында қимыл. Кесек толғасымен Николай Трофимовичтің көзге ерекше түседі. Осы мол әрекетті басқарып, ұйытқы болып жүрген міне сол. Физкультура алаңына жасақталып болды. Мектепте жеңіл атлетика, волейбол, футбол және спорт ойындарының секциялары құрылып іске кірісе бастады. Әр оқушы өзі қалаған бір ғана секцияға мүше бола алады. Әр секция 2 сағаттан 7-2 рет жұмыс істейді. Балалардың физкультура мен спортқа деген ынтасы ғажап еді. Олардың бірде-бірі бұл қызығушылықтың істен шет қылғысы келмейді. Бұл жағдай Николай Трофимовичтің өз ісіне деген сенімін онан әрмен арттырып, жігерін тасытты. Оны іздеген адам қашанда мектептің физкультура алаңының қолсырағы күнге күйіп, тотықтан қара домалақ балалардың ортасынан табушы еді. Мұрат жеңіл атлетика секциясына мүше болып жазылды. Сабаққа алғыр ұғымпаз оқушыға ұстаздардың қантасы да ерекше. Мейірбан, жылы болатыны белгілі ғой.
Ол Николай Трофимович тарапынан сондай бір үнемді қамқорлық тауып көрінгене түсті. Сонымен жекпе-жек повесі үлкенге де, кішіге де тартымды, қызғылықты шығарма болып табылады. Өмірдің кейбір түбірлі шындықтары, шыншыл толыққанды адам бейнелері көрсетілуі повестің құндылығын арттырады. Бұған біздің қоғамымызда алдына үлкен мақсат қойған адамдардың дегеніне жете алатындығын, сонымен қатар өмір жолының тақтайдай тегіс болмайтындығын, ол қайшылыққа толы екендігін, кедергі, кесапаттар әр кезде өзінің түсін өзгертіп, ағымға икемделіп, сан бояуға малынып шыға беретінін көреміз. Жалпы, Бердібек Соқпақбаевтың туындылары оның қаламына тән стильдік өрнек айқын сезіледі. Бөспе, жасанды, жаттанды тіркестерге оның қалдырмай, құбылысқа ең қажетті сөзді ғана екшеп айтушылық. Әрбір лебізінің табиғи растығы, қарапайымдылық, өмір мен мінездің айырғысыз жымдасып шығуы, баяндаудың суреттеуге ұласып отыруы, оның жазу кестесінің маңызды белгілері.